Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілеймін. Біз бірінші ауысымда 19 бастауыш сынып мұғалімдерінің авторлық бағдарламасын таныстырған болатынбыз. Енді екінші ауысымда тағы да бастауыш сынып мұғалімдері арасындағы авторлық бағдарламасы бар педагог зерттеуші санатына тапсырып жатырған үміткерлердің бүгінгі авторлық бағдарламасының таныстырылымын бастаймыз. Енді бүгін бізде Қармақшы, Қазалы, Жалағаш аудандарының жаңағы әріптестерімізге өзіміздің іс тәжірибесімізді таратамыз және де авторлық бағдарламамызбен таныстырамыз. Қазіргі кезекте 262-ші мектеп гимназияның бастауыш сынып мұғалімі Қалыбекова Алтынбике Ыждахатовнаның авторлық бағдарламасымен таныстырамыз. Сәттілік тілеймін сіздерге. Құрметті әріптестер, менің авторлық бағдарламам тақырыбы нейропедагогика, миға арналған ойындар мен жаттығулар арқылы оқушылардың құзыреттілік дағдыларын дамыту, яғни жалпы білім беретін мектептің 3-ші сынып оқушыларына арналған авторлық бағдарламам. Осы бағдарламаға сай бұның әдістемелік құралы ішінде қымызы және бүкіл тапсырмалар жиынтығы бар. Авторлық бағдарламаның мақсаты нейропедагогика әдістермен миға арналған ойындар мен жаттығулар арқылы оқушылардың когнитивті және құзыреттілік дағдыларын дамыту, бағдарлама балалардың зейінін, есте сақтау қабілетін, шығармашылық ойлауын, олардың оқу үрдісінде белсене қатысуына ықпал етеді. Бағдарламаның өзектілігі бүгінгі күні білім беру жүйесінде оқушылардың когнитивті дамуына назар аудару маңызды болып табылады. Қазіргі заман талабына сай оқушылар тек ақпаратты меңгеріп қана қоймай, сонымен қатар оны ой елегінен өткізіп, сын тұрғысынан қарай білу қажет. Нейропедагогика әдістері балалардың миының даму ерекшеліктерін ескере отырып, тиімді оқу әдістерін ұсынады. Бұл бағдарлама балалардың шығармашылық қабілеттерін, зейінін және ойлау дағдыларын дамыта отырып, олардың оқу үрдісіне деген қызығушылығын арттырады. Қазіргі білім беру жүйесіне мұндай тәсілдер өте қажет, себебі олар балалардың оқуға деген ынтасын арттырып, білім алу процесін қызықты әрі тиімді етеді. Бағдарламаның міндеттері: оқушылардың зейінін нейропедагогикалық жаттығулар мен ойындар арқылы қолдану, есте сақтау және ақпаратты жинақтау дағдыларын арттыру мақсатында арнайы әдістерді енгізу, шығармашылық және сыни тұрғысынан ойлау қабілеттерін дамытуға бағытталған тапсырмалар жасау, оқушылардың шешім қабылдау және проблемаларды шешу дағдыларын жетілдіру, эмоционалды интеллектіні дамыту және өз эмоцияларын түсіну дағдыларын қалыптастыру, оқушылардың әлеуметтік дағдыларын және топта жұмыс істеу қабілеттерін арттыру, ми жаттығулары мен ойын арқылы оқушылардың танымдық қабілеттерін жақсарту, оқушылардың өзін-өзі бағалау мен рефлексия дағдыларын дамыту. Авторлық бағдарламаның маңыздылығы, жаңашылдығы: бұл бағдарламада нейропедагогика әдістерден миға арналған ойындар мен жаттығуларды біріктіру арқылы оқушылардың когнитивті дағдыларын дамытуға арналған жаңа тәсілдер ұсынылады. Жаңа технологиялар мен ми қызметінің механизмдерін ескере отырып, балалардың танымдық және эмоциялық дамуында оң өзгерістер жасауға болады. Сонымен қатар бағдарламада оқушылардың өз бетінше ойлау қабілетін арттыруға бағытталған тапсырмалар мен жаттығулар ұсынылған. Бұл тәсілдер оқушылардың әртүрлі жағдайларда өзін-өзі басқару, шешім қабылдау дағдыларын дамытуға көмектеседі. Кішкене ғана ақпараттық әдістемелік бөлім бойынша түсіндіріп кетейін. Нейропедагогика миға арналған ойындар мен жаттығулар арқылы оқушылардың құзыреттілік дағдыларын дамыту бұл тақырыбындағы бағдарлама жалпы білім беретін мектептің 3-ші сынып оқушыларына арналған түсінік хатта көрсетілген мақсат, міндеттерді жүзеге асыруға бағытталған аптасына 1 сағат, жылына 34 сағаттан құрайтын бұл бағдарлама оқушылардың ми қызметін дамыту
когнитивдік дағдыларын жетілдіру және тілдік құзыреттілікті арттыруға арналған. Бағдарлама арнайы нейропедагогика мен когнитивтік ғылымның соңғы жетістіктеріне негізделген тақырыптарды қамтиды. Бағдарлама негізінде барлық тапсырмалар оқушының шығармашылық ізденісі мен ғылыми негіздемелерге бағытталған. Оқу процесінде миға арналған ойындар мен жаттығулар арқылы когнитивті дағдылар дамытуға бағытталған арнайы тапсырмалар беріледі. Танымдық зерттеулер мен заманауи нейропедагогикалық көзқарастарға бағдар беретін талдау тапсырмалары, өзіндік жұмыстар және де миға арналған жаттығуларды орындау дағдыларын дамытуға бағытталған. Оқушының нәтижеге қол жеткізуі үшін логикалық ойлау қадамдары, интерактивті стратегиялар мен нейропедагогикалық әдістер арқылы жүзеге асырылады. Бағдарламаның тиімділігі оқушылардың когнитивті дағдыларын дамыту деңгейі мен шығармашылық шешімдер қабылдау қабілеттерін артқандығында көрінеді. Оқушылармен бірлесіп жұмыс жоспарланып, ұйымдастырған сабақтар бағдарламада діттелген мақсатқа іске асыруға көмектеседі. Жарты жылдық қорытынды сабақтар мен межелеген қорытынды шаралар бойынша өз жобасын қорғау, сынақ жұмысы, қорытынды талдау тапсырмалары білім беру тексеру түрі болып табылады. Жұмыстар формативті бағаланады. Деңгейлік тапсырмалар мен тақырыпқа сай шығармашылық тапсырмалар оқушылардың даму динамикасын бақылап, мониторинг жасауға көмектеседі. Оқушылар бағдарлама аясында төмендегідей когнитивтік қабілет пен шығармашылық дағдыларын дамытады. Яғни когнитивтік дағдылар дегеніміз ол ойлау, есте сақтау, зейін, қабылдау, анализ және синтез. Шығармашылық ойлау мен жаңа шешімдер қабылдау дағдыларын қалыптастырады. Өзіндік ойлау мен зерттеу дағдыларын қалыптастырады. Ойды жүйелі түрде жеткізу, шығармашылық дамыту арқылы мәтінмен жұмыс істеу дағдыларын жетілдіреді. Және де ауызша, жазбаша түрде жүйелі жеткізу сауаттылығын меңгеру және өз білімін нақты іскерлік нәтижелермен танытады. Күтілетін нәтиже бұл жерде оқушылардың зейіндері мен назарын ұзақ уақытқа сақтай алу қабілеттері артады. Шығармашылық және сыни ойлау дағдыларын дамиды. Оқушылар жаңа идеялар мен шешімдер ұсына алады. Оқушылардың есте сақтау қабілеттері жақсарып, ақпаратты тиімді түрде жинақтап, қайта өңдей алады. Шешім қабылдау және проблемаларды шешу арқылы дамиды. Оқушылар дербес әрекет етуге бейім болады. Эмоционалды интеллекті жоғары деңгейде қалыптасады. Балалар өз эмоцияларын түсініп, оларды басқаруды үйренеді. Оқушылар топта тиімді жұмыс істей отырып, әлеуметтік дағдыларын жетілдіреді. Оқушылар өз бетімен танымдық тапсырмаларды орындап, шығармашылық жұмыстарға да қатысады. Өзін өзі бағалау мен рефлексия арқылы оқушылар өзін дамыту саралап, жетістіктер мен кемшіліктерін түсінеді. Бұл жерде нормативті бөлімде аптасына 1 сағат, барлығы 34 сағат бағдарламада дәрістік сабақтар және тәжірибелік сабақтар араластырып берілген. Пайдаланылған әдебиеттеріміз бірнеше әдебиеттер бар, оны оқып уақыт алмай қояйын. Назарларыңызға рахмет. Рахмет тыңдағандарыңызға. Енді жаңадан қосылып жатырған тағы да әріптестеріміз бар екен. Бізбен тағы да таныстырып өтейін. Бұл облыстық тәжірибе алмасу әдістемелік алаңының Арал ауданы бойынша бағдарламасы аясындағы жұмысымыз тақырыбы білім беру жүйесінде инновациялық технологияларды қолдану және әдістемелік түйіндеу. Құрметті әріптестер, егер сіздерге әрі қызықтырған болса, біздің авторлық бағдарлама аясындағы сұрақтарыңыз болса, чат арқылы қоя берулеріңіз де болады. Сіздерге осы авторлық бағдарлама таныстырылымы аяқталғаннан кейін осы чатта қойылған сұрақтарыңызға кері байланыс болатындығын хабарлаймын. Сонымен қатар барлықтарыңыз микрофондарыңызды өшіріп отырсаңыздар, камераларыңызды қосып, келесі жұмыспен тағы да таныстырып өтейін. 262-ші мектеп гимназияның бастауыш сынып мұғалімі Сейітова Венера Мұратовнаның авторлық бағдарламасымен таныс болыңыздар.
Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Менің авторлық бағдарламамның тақырыбы оқушылардың зейіндік сауаттылығын арттырудағы математикалық бейнелеудің ерекшеліктері. Авторлық бағдарламам 2024 жылы 5 желтоқсанда өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталық акционерлік қоғамының филиалына Қызылорда облысы бойынша кәсіби даму институтының сараптау кеңесінде қаралып баспаға ұсынылды. Авторлық бағдарламада жаңартылған білім беру мазмұнына сәйкес бастауыш сынып оқушыларына математика пәні бойынша күнтізбелік қызығушылығын арттыру мақсатында күнтізбелік тақырыптар түзіліп, әрбір тақырыпқа сәйкес жаңа күнделікті сабақ жоспарлары қарастырылған. Авторлық бағдарламаның мақсаты математикалық пәні бойынша ойлаудың математикалық стилін, интеллектуалдық, ахуалдық және сезімталдық қасиеттерді оқушыларға қалыптастыру, білімін тереңдету, кеңейту, логикалық есептерде тапқырлыққа баулу, қызығушылықтарын арттыру. Авторлық бағдарламаның міндеттері: бала тұлғасының дұрыс өсуіне, ақыл-ойдың дамуына, оқушылардың интеллектуалдық, сезімталдық, еріктілік, белсенділігін қалыптастыру, оқушылардың логикалық ойлау қабілетін дамыту, қоршаған ортаны танып білуге ықпал ететін ғылым екендігі туралы түсінік қалыптастыруға әсерін тигізу, математикаға деген ынтасын, қызығушылығын арттыру. Бағдарламаны жүзеге асыру формалары: практикалық сабақ, тест тапсырмалары, топтық жұмыстар орындау, сайыс, ойын, зерттеу ізденіс, бақылау жұмыстары, шығармашылық жұмыс жасау. Күтілетін нәтиже: оқушылар 2-ші сыныптың материалын толық меңгереді, логикалық есептер шығара алады, шамалардың атауларын және олардың өлшем бірліктерінің арақатынасын біледі, сөз жұмбақ, ребус, шытырман шеше алады, шығармашылық тапсырмаларды орындай біледі, есепті түсініп, талдап шығарады, шапшаң есептеу дағдылары қалыптасады. Нормативтік бөлімде аптасына 1 сағаттан 34 сағаттан тұрады. Санды және әріптердіктер 3 сағат қарастырылған, шамаларды өлшеу 6 сағат қарастырылған, жүздіктер мен есептеулер жүргізу 5 сағат қарастырылған, қызықты басқартқыштар 11 сағатты құрайды. Математика өмірімізде 7 сағатты, барлығы 34 сағат, аптасына 1 сағаттан. Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: басты дидактикалық материалдар, математикалық бақылау жұмыстары, бастауыш сынып журналдары және қызықты ойындар. Тыңдағандарыңызға рахмет. Назарларыңызды салып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Рахмет. Келесі 292 мектептің бастауыш сынып мұғалімі Иманбаева Жаңагүл Жанұзақовнаның авторлық бағдарламасымен таныс болыңыз.
сәлеметсіздер ме әріптестер? Бүгінгі авторлық бағдарламамен таныстыру тақырыбы функционалдық сауаттылықты дамытуға бағытталған есептер. Бағдарламаның бағыты функционалдық сауаттылықты дамытуға бағытталған есептер оқушылардың алған білімдерін күнделікті өмірде қолдануға көмектеседі. Бұл есептер түрлі пәндер бойынша құрастырылып, оқушылардың логикалық ойлауын, талдау қабілеттерін және де проблемаларды шешу дағдыларын жетілдіруге бағытталған. Жаңалығы оқушылардың күнделікті өмірде кездесетін нақты мәселелерді шешуге бағытталған логикалық ойлау мен талдау дағдыларын дамытуға көмектеседі. Ақпараттық коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып құрастырылады. Жаңартылған білім беру бағдарламасына сай әзірленеді. Педагогикалық мақсаттылығы оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыру және де дамыту, логикалық ойлау қабілеттерін жетілдіру, қоршаған ортаны тану дағдыларын дамыту, теориялық білімдерін практикамен ұштастыру, оқушылардың өздігінен шешім қабылдауына ықпал ету. Жалпы оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту арқылы олардың алған білімдерін күнделікті өмірде тиімді қолдануына жағдай жасау. Бағдарламаның міндеттері: оқушылардың логикалық ойлау қабілеттерін арттыру, әртүрлі пәндер бойынша өмірлік жағдайларға негізделген есептер ұсыну, оқушылардың ақпаратты талдауға, салыстыруға және де қорытынды жасауға үйрету, теория мен практиканы ұштастыру, оқушылардың өзіндік ізденістерін арттыру. Авторлық жұмыстың ерекшелігіне тоқтала өтсем, тәжірибеге бағытталған өмірлік жағдайлардан алынған есептерді қамтиды. Пәнаралық байланыс бірнеше пәнді қатар қамтып, кешенді білім беруге көмектеседі. Қолданбалы сипат оқушылардың күнделікті өмірде кездесетін есептерді шешу дағдыларын дамыту, шығармашылық ойлауды дамыту, есептердің әртүрлі әдістермен шешуге мүмкіндік беру. Бағдарламадан күтілетін нәтиже: оқушыларға алған білімдерін нақты өмірлік жағдайларда қолдана біледі, логикалық ойлау, талдау және де салыстыру дағдылары дамиды. Өз бетінше шешім қабылдау қабілеттері артады. Ақпаратты жұмыс істеу дағдылары жетіледі. Оқушылардың пәнге деген қызығушылығы артады. Нормативтік бөлім. Күнтізбелік тақырып жоспары аптасына 1 сағаттан 34 сағатты құрайды. Тақырыптық жоспардағы тақырыптардың бірнешесін атап өтетін болсам, ең бірінші тақырып бойынша математиканың шығу тарихы, математикалық дүкен, математика мен спорт аясы, ежелгі математиканың түрлерімен байланыстыру, математика медицина саласында қолданысы, жылдам есептеу тәсілдеріне үйрету. Енді бірінші тақырып бойынша математиканың шығу тарихына тоқтала өтсем, оқу мақсаты математиканың шығу тарихы туралы мәліметтермен таныстыру, математикалық қызықты есептердің шығару дағдыларын қалыптастыру, пәнге қызығушылықтарын арттыру. Білім нәтижесі тақырыпты типтік есептерді шығару дағдыларын дамытады, логикалық ойлау қабілеттерін және де пәнге деген қызығушылықтарын арттырады. Математикалық түптеген тақырыбы бойынша оқу мақсаты амалдарды орындау реті, жылдамдыққа берген есептерді орындау, қайталау, алған білімдерін тиянақты орындау және де оған мүмкіндік жасау, есеп құрастырып шығара білуді дағдыландыру. Білім нәтижесі типтік есептерді шығару дағдылары дамиды, ойлау қабілеттері дамиды, пәнге деген қызығушылығы артады. Жұмыс парағы бойынша берілген тақырыптар көрсетілген. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Рахмет көп. Келесі 292-ші орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі Дәрімбекова Нұржайна Әділхановнаның қазақ тілінің грамматикасы оңайдан қиынға тақырыбындағы авторлық бағдарламасымен таныс болыңыздар.
Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Сіздерге ұсынғалы отырған авторлық бағдарламаның тақырыбы қазақ тілінің грамматикасы оңайдан қиынға деп аталады. Мазмұндық бөлім 5 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім тіл және оның құрылымы, 8 сағат берілген, сөз және оның мағыналары, 8 сағат берілген, сөз таптары, 8 сағат берілген, сөйлем және оның құрылымына 8 сағат берілген. Бесінші бөлім қайталау, бағалау және бекіту, 2 сағат берілген. Қазақ тілінің грамматикасы оңайдан қиынға атты оқу әдістемелік еңбектің басты мақсаты қазақ тілінің грамматикалық құрылымын бірізді және түсінікті түрде таныту. Фонетикадан бастап синтаксиске дейінгі барлық негізгі тақырыптарды сатылы әдіспен жүйелеу. Теория мен тәжірибені ұштастыра отырып, тіл үйренушілерге практикалық дағды қалыптастыруға көмектесу. Міндеттері: теориялық негізді жүйелеу. Қазақ тілінің дыбыстық жүйесінің сөз таптарын, морфологиялық және синтаксистік заңдылықтарын бірізді түсінікті форматта ұсыну. Тәжірибелік жаттығулар ұсыну. Әрбір грамматикалық тақырып бойынша жаттығулар, тест сұрақтары және шығармашылық тапсырмалар әзірлеу арқылы оқушылардың тілдік қабілетін дамыту. Қолданбалы аспектілерге назар аудару. Қазіргі заман талабына сай күнделікті өмірде, білім беру жүйесінде, кәсіби салада тілдің қолданысын арттыру мақсатында өзекті мысалдармен қамтамасыз ету. Цифрлық ресурстарды енгізу, QR-код, бейне сабақтар, интерактивті платформалар сияқты цифрлық технологияларды қосу арқылы оқырманға тілдік дағдыларды кешенді түрде дамытуға мүмкіндік жасау. Әдістемелік қолдау көрсету. Мұғалімдер мен оқытушыларға, сондай-ақ тіл үйренушілерге әдістемелік ұсыныстар беру. Заманауи оқыту тәсілдерін ұсыну. Өзектілігі: мемлекеттік тіл мәртебесінің артуы. Қазіргі кезеңде қазақ тілінің мәртебесі өсіп, оны меңгеруге деген сұраныс күннен күнге көбейіп келеді. Сол себепті кез келген салада қазақ тілінде сауатты сөйлеу мен жазудың маңызы зор. Білім беру жүйесіндегі қажеттілік: орта және жоғары оқу орындарында, тіл үйрету орталықтарында тиімді оқыту әдістемелік құралдардың жетіспеушілігі байқалады. Осы олқылықтың орнын толықтыру үшін жүйелі әрі заманауи мазмұндағы еңбектер қажет. Жаңашылдығы: сатылы оқыту әдісі. Грамматикалық тақырыптарды оңайдан қиынға біртіндеп іріктеу арқылы оқырманға материалды жеңіл қабылдау мүмкіндігін беру. Қолданбалы мысалдардың көптігі: күнделікті өмірден, кәсіби сала мен әдебиеттен алынған мысалдар арқылы теория мен тәжірибені байланыстыру. Интерактивті құралдарды пайдалану. Теориялық бөлімдерді бейне сабақтар, электронды тесттер мен мобилді қосымшалар арқылы қолдау. Осылайша оқу үдерісінің қызықты әрі тиімді ету. Оқырманға бағытталған тәсіл: әр тақырыптың соңында өзіндік жұмысты ұйымдастыруға арналған тапсырмалар, жобалар және рефлексия сұрақтары ұсынылады. Күтілетін нәтиже: біріншіден, тілдік құзыреттіліктің артуы. Оқулықты жүйелі түрде қолданған оқырмандар қазақ тілінің грамматикасын терең меңгеріп, ауызша және жазбаша сөйлеу шеберлігін дамытады. Сауатты жазу, сауатты сөйлеу, фонетикалық, морфологиялық, синтаксистік ережелерді дұрыс қолдану арқылы әртүрлі жанрдағы мәтіндерді сауатты құрастыруға мүмкіндік туады. Бірінші бөлім тіл және оның құрылымына 8 сағат берілген. Бұл бөлімде оқушылар тілдің маңызы, сөйлеудің ерекшеліктері және оның негізгі элементтерімен танысады. Дыбыстар мен әріптер, олардың топтары, буын және тасымал ұғымдары меңгеріледі. Екінші бөлімде сөз және оның мағыналарын 8 сағат берілген. Бұл бөлімде оқушылар сөздердің құрылымын, олардың мағыналық және дыбыстық ерекшеліктерін зерттейді. Сөз құрамындағы түбір мен қосымша, олардың қызметі мен түбірлес сөздер, қос сөздер, қысқарған сөздер сияқты маңызды тақырыптар қарастырылады. Үшінші бөлім сөз таптар 8 сағат берілген. Оқушылар сөздердің мағынасы мен қызметін тереңірек түсінеді. Закисм, снисм, санисм, етістік сияқты сөз таптарының ерекшеліктері қарастырылады. Төртінші бөлім сөйлем және оның құрылымына 8 сағат берілген. Бұл бөлімде оқушылар сөйлемнің түрлерін, оның құрылымын және грамматикалық заңдылықтарын меңгереді. Бесінші бөлім қайталау, бағалау және бекіту. Бұл бөлімге 2 сағат берілген. Бұл бөлімде оқушылар алған білімдерін бекітеді, бақылау диктатын орындайды және қорытынды жасайды. Барлығы 34 сағат. Қысқа мерзімді сабақ жоспары 34 сағатқа жасалынған. Оқушы дәптері барлық тақырыпқа жасалынған.
Қызықты грамматика бағдарламасы екінші сынып оқушыларына қазақ тілі грамматикасын қызықты әрі жеңіл меңгертуді мақсат етеді. Бағдарламаның басты ерекшелігі ойын арқылы оқыту әдістерін қолдану. Бұл әдіс оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттырып қана қоймай, олардың тілдік дағдыларын дамытуға мүмкіндік береді. Бағдарлама барысында сөз таптары, сөйлем түрлері, дыбыстар мен әріптер, буын, тасма, сөйлем мүшелері, тыныс белгілері, синонимдер, антонимдер сияқты маңызды тақырыптар қамтылады. Сабақ барысында интерактивті тапсырмалар, шығармашылық жұмыстар, көрнекі құралдар, ойындар және топтық жұмыс әдістері кеңінен қолданылады. Осылайша қызықты грамматика бағдарламасы оқушылардың тілдік дағдыларын жетілдіруге, сауатты жазу мен сөйлеуге үйретуге, танымдық белсенділігін арттыруға бағытталған тиімді құрал бола алады. Назарларыңызға рахмет. Рахмет. Келесі 18-ші негізгі мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Ерсүгірова Асылзат Әйетовнаның қызықты қазақ тілі грамматикасы тақырыбындағы авторлық бағдарламасымен таныс болыңыздар. Құрметті әріптестер, бұның авторлық бағдарламаның тақырыбы қызықты қазақ тілі грамматикасы. Авторлық бағдарламаның мақсаты оқушыларға тіл білімі салалары бойынша талдауды үйрете отырып, қазақ тілінің байлығы, сөз сыры мен көркемдігін ұғындыру. Ана тілінің қызметін жүйелі меңгерген, оның қыры, сыры мен тарихын жетік білетін, қарым-қатынастық біліктілігі дамыған, ұлттық санасы оянған дара тұлға қалыптастыруға мүмкіндік туғызу. Авторлық бағдарламаның міндеттері әртүрлі әдіс тәсілдерді пайдалана отырып, оқушылардың сөз сырының құпиясын ашуға, сөздердің жасалу жолын ажыратуға, практикалық дағдыларын дамыту,
және қалыптастыруға жағдай жасау. Меңгерген білімдерін нақтылы жағдайда қолдана білумен байланысты икемділікті қалыптастыру. Алдына мақсат қоя білуге, өз-өздерін оқытуға, өздерін бір жаңалық ашуға баулу. Оқушының тіл мәдениетін дамыту. Яғни мынау Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің оқытушысы Мақтабаевтың, яғни менің бағдарламама берген пікірі. Авторлық бағдарламаның нысаны 4-ші сынып оқушылары. Авторлық бағдарламаның құрылымы 34 сағат 5 тараудан тұрады. Авторлық бағдарлама бойынша қолданылатын инновациялық педагогикалық технологиялар, сын тұрғысынан дамыта оқыту, бөлімді тапсырмалар арқылы оқыту, белсенді әдістерді тиімді қолдану, әңгіме әдістері. Авторлық бағдарламаның әдіснамалық негізі бірізділік, жүйелілік, ғылымилық, салыстырмалы талдау принциптері басшылыққа алынды. Тілдік, ғылыми жалпы ұстанымдары ескерілді. Оқыту барысында қолданылатын педагогикалық әдіс-тәсілдер. Оқушылардың жас және тіл білудегі деңгейлік ерекшеліктеріне сай талдау, бағалау, зерттеу және жоспарлау. Болжау дағдыларын қалыптастыратын әдіс-тәсілдер мен деңгейлік тапсырмалары. Графикалық организмдер және кіші стратегиялары. Тіл үйренушілердің дербес танымдық қызметін ұйымдастыруда интербелсенді стратегиялар. Мазмұндық ерекшелігіне қарай схема, таблица, иллюстративтік материалдар. Авторлық бағдарламаның айырмашылығы пәнді оқыту жаңа басым бағыттар арқылы, яғни функционалдық мәтінге негізделген коммуникативтік әрекеттермен жүзеге аспақ. Коммуникативті әрекеттер айтылым, жазылым, тыңдалым, оқылым, яғни дамытуға арналған стратегиялар қарастырылған. Күтілетін нәтиже: қосымша әдебиеттермен жұмыс жасау барысында оқушылар мәтінге талдау жасайды және коммуникативтік әрекеттері дамиды. Оқушылар әртүрлі ресурс кезінде материалдарды пайдаланып, шығармашылық, ғылыми зерттеу жұмысын жасай алады. Тақырыпты меңгеруде тақырыптар аясын терең меңгеріп, өз пікірлерін айта біледі және тұжырым жасайды. Тақырыпқа байланысты жаңа сөздермен жұмыс жасалынады. Ресурстармен жұмыс. Оқулықтармен қатар ғаламтор желісінен алынған ақпараттарды, қазақ тілі бойынша ғылыми тұжырымдар мен еңбектерді, кесте, диаграмма, сызбаларды, берілген мәліметтерді таңдай алады. Авторлық бағдарлама, яғни 34 сағатқа 5 бөлімнен тұрады. Авторлық бағдарламада пайдаланылған әдебиеттер. Назарларыңызға көп рахмет. Рахмет. Келесі 58-ші орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі Ғайниязова Гүлмира Қисыққызының қызықты дидактикалық ойындар және логикалық тапсырмалар тақырыбындағы авторлық бағдарламасымен таныс болыңыздар. Менің әдістемелік нұсқаулығымның тақырыбы қызықты дидактикалық ойындар және логикалық тапсырмалар. Кіріспе, әр баланың өмірге қадам басқандағы алғашқы әрекеті бұл ойын. Оқыту барысында балалардың жеке басының қасиеттерін, мінез-құлқын, ойлау қабілеттерін ойын арқылы түзетуге, дамытуға болады. Ойын тіл дамуының ең тиімді құралы. Мақсаты: оқушыларды ойын арқылы жеке тұлға ретінде дамытуға көмектесу, ойын барысында балалардың жан дүниесін тану, әр балаға жеке жұмыс жасауға мүмкіндік беру, бірлікке, достыққа, шапшаңдыққа тәрбиелеу. Міндеттері:
жеке тұлғаны өнегелі бақытта болуын тәрбиелеу, жеке тұлғаның шығармашылық қабілеттілігінің дамуына жағдай жасау, білім алуға қызығушылығын арттыру. Оқушылардың ойын, құзыретті тапсырмалар арқылы өздігінен білім алуларына, ізденулеріне мүмкіндік беру. Мектепте математика сабағында бірнеше ойындарды пайдалануға болады. Мен соның ішінде мысалға бір мысалды айтып өтсем, қоян қорқынышты түс болды. Оның түсінде түлкі сағатына 154 километр, ал қасқыр одан 2 есе жылдам жүгіре алады екен. Егер қоян 5 минутта 30 километр жүгіре алатын болса, түлкі мен қасқыр оған жете алады ма, жоқ па? Осындай математикалық сабақта осындай ойындар керек. Дидактикалық ойындар балалардың білімін, дағдысын дамытуға арналған ойындар. Мысалға, сөз ойла, тез ойла. Ойынның мақсаты оқушылардың ойлау қабілеттерін дамыту, сөздік қорларын молайту. Ойынның шарты шашылған әріптерден бірнеше сөз құрату. Бұл әсіресе бірінші сынып оқушыларына өте пайдалы. Логикалық тапсырмалар, логикалық ойлауды дамытуға арналған тапсырмалар. Бұнда мысалға алатын болсақ, екі қызда барлығы 9 құстар болды. Бірінші қыздың 2 шары, ал екінші қыздың 3 шары ұшып кеткенде қыздардың шары тең болды. Әр қыздың қолында неше шардан болды деген сияқты. Логикалық тапсырмалар мен дидактикалық ойындардың бала дамуына әсері, логикалық ойлау қабілетін дамыту, шешім қабылдау дағдыларын қалыптастыру, жаңа идеяларды іздеу. Дидактикалық ойындардың түрлері: сюжеттік рольдік ойындар, мысалға дүкенде, мектепте деген ойындары, құрылымдық құрастыру ойындары, пазл, мозаика сияқты ойындар, ережелі ойындар. Логикалық тапсырмалар түрлері: ребустар, жұмбақтар, есептер. Қорытындылай келсек, дидактикалық ойындар мен логикалық тапсырмалар балалардың жан-жақты дамуының маңызды құралы. Дидактикалық материалды пайдалану нәтижесінде оқушылардың бойында ойлау, тапқырлық, шыдамдылық, белсенділік, өмірге бейімделуі, құзыретті қабілеттері, ұйымдастырушылық қасиеттері қалыптасады. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Рахмет. Келесі 61-ші орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Пайызова Фарида Қоңырбайқызының бастауыш сыныптардағы логикалық математика тақырыбындағы авторлық бағдарламасымен таныс болыңыздар. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Қазіргі білім беру жүйесіндегі негізгі мақсат бәсекеге қабілетті, жан-жақты тұлға дайындау. Мектеп үйрететін орта болса, оның жүрегі мұғалім. 21-ші ғасыр жаңа технологиялар мен ақпараттандыру ғасыры. Мен дамыған заманда мектеп оқушылары жан-жақты білімді игеруі тиіс деп ойлаймын. Сондықтан да 3-ші сыныпқа арналған бастауыш сыныптардағы логикалық математика тақырыбындағы авторлық бағдарламамды ұсынамын. Мақсаты оқушылардың жалпы математикалық сауаттылық деңгейлерін көтеру, шығармашылық және практикалық мүмкіндіктерін ашу, және сонымен қатар логикалық ойлау қабілеттерін дамыту. Міндеттері: оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыру, түрлі тапсырмаларды орындауда өмірмен байланыстыра отырып, алған білімдерін күнделікті өмірде қолдана білуге тәрбиелеу, логикалық әртүрлі есептердің шешу жолдарын талдау, дәлелдей білу, өз бетімен жұмыс істеу қабілеттерін дамыту, тапқырлыққа тәрбиелеу.
жаңалығы оқушылардың математикалық және функционалдық сауаттылығын, зияткерлік және логикалық ойлау қабілеттерін дамыту, алған білімін өмірде қолдана білу. Күтілетін нәтиже оқушылар есептерге талдау жасауды, шығаруды, жоспарын құруды, қорытынды жасауды үйрену, байқағыштыққа, тапқырлыққа, берілген есептерді, логикалық есептерді шешуді үйрену, өз бетімен және ұжымда жұмыс істеуге қалыптасады. Математикалық ой өрісі кеңейеді, білімі артады, қосымша әдебиеттермен жұмыс істеуге үйренеді. Курстың мазмұндық білімі қарапайым математикалық тапсырмаларға 7 сағат бөлінген, көбейту және бөлу амалдарына берілген тапсырмалар 7 сағат, шамалар өлшем бірліктері 10 сағат, логикалық есептер 10 сағат. Қазақстан Республикасының білім беру саясатын айқындайтын мемлекеттік құжаттар, білім заңы, білім стандарты, оқыту үрдісін дамытушылық сипатта және шығармашылық іс-әрекет негізінде ұйымдастыру қажеттілігі атап өтілуі көрсетілуі жайдан жай емес. Өйткені қазіргі жаңартылған білім беру мазмұнына сай заманның талаптары оқушылардың шығармашылық қабілеттерін, олардың білім алудағы дербестігін мақсатты түрде дамытып отыру міндетін қойып отыр. Осыған орай бастауыш сыныптардағы арналған математикалық оқытпағына стандарт емес формадағы оқушылардың әр алуан бағыттағы белсенді шығармашылық ізденісті қажет ететін жаттығулар енгізіліп отыр. Жаңартылған білім беру мазмұнына сай математика пәні бойынша қолданбалы курсты оқыту оқушылардың ой өрісін кеңейтетін есептерді, бірнеше дұрыс шешімдер болуы мүмкін есептерді, шешімі қайшылық тудыратын есептерді, практикалық мәні бар және тағы да басқа тұрмыстық өндірістік талаптардан туындайтын есептерді қарастыруға тіреледі. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сексен жетінші орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Ерімбетова Гүлзира Төреқызының әңгіме құрастырудың практикумы тақырыбындағы авторлық бағдарламасымен таныстырыңыздар. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Менің авторлық бағдарламамның тақырыбы әңгіме құрастыру практикумы деп аталады. Мақсаты бастауыш сынып оқушыларының әңгіме құрастыру қабілеттерін дамыту, олардың шығармашылық және коммуникативтік дағдыларын жетілдіреді, логикалық ойлау және қиялдау қабілеттерін, сондай-ақ әңгіме құрастыру арқылы өз ойларын жеткізу дағдыларын қалыптастыру. Бағдарламаның міндеті оқушылардың шығармашылық ойлау қабілеттерін дамыту, сөздіктерді байыту, дұрыс сөйлеу және жазу дағдыларын қалыптастыру. Әңгіме құрастыру арқылы оқушылардың танымдық қабілеттерін арттыру, өз ойларын еркін жеткізуге, логикалық тұрғыдан ойлауға үйрету. Оқу материалына деген қызығушылықты арттыру және оқуға деген мотивацияны күшейту. Оқушылардың өз ойын жазбаша және ауызша дұрыс жеткізу дағдыларын қалыптастыру. Бағдарламаның жаңашылдығы дәстүрлі білім беру әдістерінен өзгеше, яғни дайын мәтінді талдау, қайталау болмай, өз бетімен әңгіме құрастыруға мүмкіндік беріледі. Жеке тұлғалық ерекшеліктері мен шығармашылық қабілеттері ескеріледі. Дайын мәтінді жаттап қоймай, өз ойларын жеткізіп, жаңа тың ойлап табуына көмектеседі. Арнайы ойын элементтерін, креативті тапсырмалар, топтық жұмыстар қолданылады. Визуалды құралдарды пайдалану арқылы елестету қабілеттерін дамытады. Бағдарлама мазмұны әңгіме дегеніне, яғни әңгіменің түрлері, құрылымы, кейіпкерлерді сипаттау, кейіпкерлердің сыртқы және ішкі бейнесі, мінез-құлқын сипаттау, оқиғаны бастау әдістері. Оқиғаны бастау әдістері сұрақ қою, суреттеу, диалогтан бастау, тағы да басқа әдістер қолданылады. Оқиғаны дамыту, қызықты ету тәсілдері. Осындай оқиғалар кейіпкерлердің мінез-құлықтарын өзгерту арқылы
қиыншылықтары, тағы басқа қызықты ету тәсілдері қолданылады. Мәтінді аяқталуы, мәтінді қалай әсерлі аяқталу керек, әңгіменің сабақтастығын сақтау, шығармашылық тапсырмалар, суреттер арқылы әңгіме құрастыру, берілген сөздер арқылы берілген сөздерді пайдаланып, топта әңгіме құрастыру. Оқу мазмұнының ерекшелігі. Оқушыларға әр тақырыптан соң практикалық тапсырмалар беріледі. Және жеке топтық жұмыстар барысында әңгіме құрастыру дағдылары дамиды. Интерактивті әдістер, топтық жұмыс, рөлдік ойындар, суреттер арқылы сияқты көптеген әдістер қолданылады. Және пәнаралық байланыс. Бір сабақта бірнеше пәндермен байланыс құрылады. Әдіс тәсілдері. Топтық жұмыс. Топтық жұмыста әңгіме құрастырады, қорғайды. Суреттерге қарап, оқиға ойлап табады. Жеке жұмыс. Әр оқушы өз әңгімесін құрастырады. Сұрақ жауап. Әңгіменің басы, ортасы, соңына байланысты сұрақтар құрастырады. Ойындар арқылы. Мысалы, әңгіме дөңгелегі ойыны арқылы сөздердің көмегімен әңгіме құрастырады. Оқу барысында жүргізілген жұмыстардан топтық жұмысты көруге болады. Топта бір-бірінің шығармаларын талқылап, пікірлерін ортаға салады. Бұл көріністе ынтымақтастық арқылы жаңа идеялар мен шешімдер табуды үйрену үстінде. Ал бұл көріністен оқушылар кейіпкерлердің ішкі және сыртқы бейнесін, мінез-құлқын сипаттауда. Әңгімедегі негізгі қозғаушы күш кейіпкерлер. Олардың оқиға барысында рөлін түсініп, алға қойған мақсаттары мен қақтығыстары туралы әңгімелеуде. Білім алушылардың деңгейінде қойылатын талаптар. Әңгіменің анықтамасы мен түрлерін білу. Әңгіменің не екенін, оның түрлерін түсінеді. Әңгіменің элементтерін білу. Кейіпкерлер оқиға, орта және уақыт сияқты элементтерді ажыратады. Әңгіменің құрылымын білу. Әңгіменің басы, дамуы және аяқталу ерекшеліктері. Әңгіменің тілі мен стилін білу. Яғни сөздердің мағыналық, стильдік ерекшеліктерін түсінеді. Келетін нәтижелер. Білім алушылар әңгіменің құрылымын түсінеді және оны дұрыс құрастыра алады. Өз ойын еркін жеткізе алады және шығармашылық қабілеттерін дамытады. Білім алушылардың оқуға деген қызығушылығы артады. Өз ойларын жазбаша және ауызша дұрыс жеткізу дағдылары меңгеріледі. Жаңа сөздерді меңгеріп, оларды әңгіме құрастыруда белсене қолдана алады. Бағалау жүйесі. Әңгіменің құрылымын сақтау, өз ойларын жазбаша және ауызша жеткізу, шығармашылық пен еркін ойлау қабілеті, әңгіменің тақырыбы мен мазмұнының үйлесімдігі, оқиғаның дамуы, логикалық ойлауы оқушылардың есепке алынады. Қорытындылай келе, әңгіме құрастыру практикумы бағдарламасы білім алушылардың шығармашылық ойлау қабілеттерін дамытуға, білім алу деңгейін көтеруге бағытталған. Бағдарламада ұсынылған тапсырмалар мен жаттығуларды қолдану арқылы білім алушылар өз қиялдарын пайдалана отырып, түрлі әңгіме құрастыру арқылы ойларын еркін жеткізе білу дағдылары қалыптасады. Олардың оқуға және жазуға деген қызығушылығын арттырып, білім алу процесін жеңілдетеді. Назарларыңызға рахмет. Тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі 59-шы орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі Алданазарова Арайгүл Хантина өзінің авторлық бағдарламасымен таныстырады.
Иә дей ма? Мынандай алдар қосса мынандай болып тұр, ажыратса мынандай. Арайлым апай, слайдыңыз қосылды, бастай беріңіз. Алдар қосқан кезде нормально қосылып тұр. Арайлым апай, бастай беріңіз, слайдты қостық мына жақта. Болды, саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Мен авторлық бағдарламаның тақырыбы мәселе есептерді шапшаң шығару тәсілдері. Бағдарлама 3 сыныптарға арналған. Бағдарламаның мақсаты оқушыларды математикалық есептер шапшаң және тиімді шығару дағдыларын дамыту. Бағдарламаның міндеттері: есепті шығарудың негізгі стратегияларын үйрету, арифметикалық амалдарды жылдам орындау дағдыларын қалыптастыру, логикалық ойлау қабілетін дамыту, күнделікті өмірге байланысты есептерді шешуге дағдыландыру, геометриялық есептерді шапшаң шығару әдістерін меңгерту, есеп шығарудың әртүрлі тәсілдерін салыстырып, ең тиімдісін таңдау қабілетін дамыту, математикалық интуицияны және жылдам болжау дағдысын қалыптастыру. Бұл бағдарламаның өзектілігі қазіргі заманда ақпараттың тез өңделуі мен шешімдердің жылдам қабылдау маңызды болып отыр. Математикалық есептерді шапшаң шығару қабілеті оқушылардың болашақта кез келген салада табысты болуына көмектеседі. Бұл бағдарлама оқушылардың есеп шығару жылдамдығын арттырып қана қоймай, олардың аналитикалық ойлау қабілетін дамытады. Бағдарламаның ерекшелігі есеп шығарудың әртүрлі тәсілдерін қамту, практикалық мысалдарға негізделген оқыту, оқушылардың жеке қабілеттерін ескеру, ойын элементтерін пайдалану және топтық жұмыспен жарыс элементтерін енгізу. Бағдарламаның жаңашылдығы: бағдарлама негізгі жаңалық есеп шығарудың әртүрлі тәсілдерін жүйелі түрде оқыту. Бұл тәсіл оқушыларға әр есепке бірнеше қырынан қарауға мүмкіндік береді. Бағдарламада ойын элементтерін интерактивті әдістер кеңінен қолданылады. Бұл оқу процесін қызықты әрі тиімді етеді. Сонымен қатар бағдарлама оқушылардың өзара білім алмасуына және бір-біріне көмектесуіне ерекше көңіл бөледі. Бұл тәсіл оқушылардың коммуникативтік дағдыларын дамытып, ынтымақтастық атмосферасын қалыптастырады. Жаңа технологияларды қолдану арқылы оқушылар заманауи құралдармен жұмыс істеуді үйренеді. Күтілетін нәтиже: бірінші, есеп шығару жылдамдығы артады, логикалық ойлау қабілеті жетіледі, математикалық білімді өмірде қолдану дағдысы қалыптасады, есеп шығарудың әртүрлі тәсілдерін меңгереді. Күрделі есептерді талдап және оны шешу қабілеттері артады. Математикаға деген қызығушылықтары артады. Бұл авторлық бағдарлама 34 сағатқа жоспарланған, аптасына 1 сағат. Бағдарлама негізі 5 бөлімнен тұрады. Есеп шығарудың негізгі стратегиялары 7 сағат, арифметикалық амалдар мен ұғымдар 7 сағат, күнделікті өмірге байланысты есептер 7 сағат, геометрия және кеңістікті ойлау 7 сағат және логика заңдылықтары және күрделі есептер соңғы бөлім. Қорытындылай келе, ұлы ойшыл Уилмен Уорд: жай мұғалім хабарлайды, жақсы мұғалім түсіндіреді, керемет мұғалім көрсетеді, ұлы мұғалім шабыттандырады деген екен. Бағдарлама әрбір оқушының шығармашылығын және пәнге деген қызығушылығын арттырады. Оқушылардың логикалық ойлау қабілетін, есеп шығару жылдамдығын арттырып, математикалық білімдерін күнделікті өмірде қолдана білуге үйретеді. Бұл дағдылар оқушылардың болашақта кез келген салада табысты болуының негізін қалайды. Келешекте осындай авторлық бағдарламаны сабақта және сабақтан тыс үйірме жұмыстарында қолдануды ұсынамын. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Жетінші орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі Есімова Гүлнар Ұмытқанқызының жаңа тұрпатты мұғалімнің кәсіби моделі, мәдениеті,
мәдениеті мен құзырлылығы тақырыбындағы авторлық бағдарламасымен таныс болыңыздар. Саламатсыздар ма әріптестер? Менің сіздерге ұсынғалы отырған әдістемелік нұсқаулығымның тақырыбы жаңа тұрпатты мұғалімнің кәсіби моделі, мәдениеті мен құзырлылығы. Әдістемелік жаңа тұрпатты мұғалім рухани жетілген, шығармашылық қабілеті жоғары, өзіне сыни көзбен қарай алатын, кәсіби дағдылары, педагогикалық дарыны бар жаңашылдыққа ұмтылатын тұлға. Мақсаты оқушылардың ойын арқылы жеке тұлға ретінде дамытуға көмектесу, ойын барысында балалардың жан дүниесін тану, оны сыртқа шығару жолдарын меңгерту, әр баламен жеке жұмыс жасауға мүмкіндік беру, бірлікке, достыққа, шапшаңдыққа тәрбиелеу. Әдістемелік нұсқаулықтың ерекшелігі ұсынылып отырған әдістемелік нұсқаулық әдебиетті оқу, қазақ тілі, математика сабақтарында қолданылатын ойындардан, жұмбақтардан, логикалық есептерден, метаграммалардан және бірнеше сабақ әзірлемелерінен тұрады. Материалдар мен тапсырмалар бастауыш сынып оқушыларының жас ерекшелігіне негізделіп құрастырылған. Әдістеме мазмұны мен құрылымы, біріншіден сабаққа дайындалуы және оның жоспарлауы, оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамытуда педагогикалық ерекшеліктері, бастауыш сыныпқа арналған дидактикалық ойындар, шығармашылық сабақты әзірлеу, белсенді оқыту әдістері мен танымдық ойындар, жаңа тұрпатты педагог дамуының кәсіби моделі мен мәдениеті құзырлылығы, жаңа тұрпатты бастауыш мектеп мұғалімін даярлау мәселелері, мектепте мұғалімдердің шығармашылығын дамыту тиімді жолдары, ойын түрлері мен шарттары құрылған. Сабаққа дайындалуы және оның жоспарлауы. Сабақ мақсатқа бағытталған мұғалім мен оқушының ұжымдық шығармашылық еңбегі. Сабақ үстінде оқушының психикалық жай-күйін және оқуға дайындық деңгейін уақытында анықтау, оқушылардың өздігінен танымдық іс-әрекетке ұмтылдыру. Оқушылардың шығармашылық қабілетін дамытуда педагогикалық ерекшеліктер. Шығармашылық дегеніміз адамның өмірінде өзін өзі тану, ұмтылуы, өз бетінше ізденуі. Жаңа технология әдістері оқушылардың шығармашылық қабілеттерін арттырып, өз бетімен жұмыс істеуге, қорытындылар жасауға, жүйелі білім алуға жетелейді. Осы әдістеме нұсқаулық нәтижесінде жеткен жетістіктерім. Бастауыш сыныптардағы дидактикалық материалдар тақырыбында баяндамам, сонымен қатар үздік сабақтар жинағына ұсынылды. Нәтижесінде балалардың тіл байлығы дамиды, өздігімен жұмыс жасау, салыстыру, қорытындылау қабілеттері қалыптасады. Құзыретті тапсырмалар арқылы бала өмірге бейімделіп, ақпаратты қабылдап, қарым-қатынас жасауды үйренеді. Тапқырлық, шыдамдылық, белсенділік, өмірге бейімделуі, ұйымдастырушылық қасиеттері қалыптасады. Рахмет. 231-ші орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі Ахметова Жайнагүл Жарылқасынқызының логика бастамалары тақырыбындағы авторлық бағдарламасымен таныс болыңыздар.
Саламатсыздар ма? Менің авторлық бағдарламамның тақырыбы логика ұстамалары. Бағдарламаға бастауыш сыныптарда математика пәніне, сыныптан тыс жұмыстарға қажетті қызықты есептер және логикалық тапсырмалар енгізілген. Тапсырмалардың жалықтырмайтын әртүрлілігі, тартымдылығы оқушы мен ұстаздың бірігіп жұмыс жасауына мол мүмкіндік береді. Оқу әдістемелік құралмен жүйелі жұмыс жүргізу оқушының математикалық ойын ұштайды, шығармашылық ойлауын және интеллектуалдық қабілетін қалыптастырады деп күтіледі. Бағдарламаның жаңашылдығы. Оқушыларды қарапайым болса да, өз ойларын еркін жеткізіп қана қоймай, өзара тіл табысып, пікір алысуға үйрету. Оқушылардың сыни тұрғыдан және ойлау дағдыларын қалыптастыру. Оқушылардың теймс, пиза тапсырмаларын орындауда жеңілден күрделіге қарай бағытталған проблемаларды шешуге қалыптастыру. Бағдарламаның міндеттері. Оқушыларды логикалық есептер мен тапсырмаларды шешуге үйрету, тапқырлық, шапшаңдық және шығармашылық қабілеттерін дамыту. Оқу үрдісінде қызығушылықты арттырып, интеллектуалды дамуына жағдай жасау. Ойлау дағдылары арқылы оқушылардың өмірлік мәселелерді шешу қабілеттерін арттыру. Логикалық ойлау заңдылықтарын игеруге көмектесу. Сыни көзқарасын білдіріп, пікірін дәлелдеуге үйрету. Мұғалім мен оқушы арасындағы кері байланысты арттыру және де оқу жетістігін бағалау. Бағдарламада қолданылатын түсіндіру, салыстыру, шығармашылық тапсырмалар, топтық жұмыс, танымдық ойындар, сұрақ жауап, ой қозғау, тіртіп алу және талдау әдіс тәсілдері бар. Бағдарлама негізінен 34 сағатқа негізделген, логикалық ойлау ұғымы және оның маңызы, қарапайым логикалық есептер, сандар және фигуралармен жұмыс, сөз жұмбақтар, ребустар және басқа танымдық ойындар, геометриялық пішіндермен жұмыс және олардың заңдылықтары, шығармашылық тапсырмалар, суреттер, схемалар, диаграммалар арқылы логикалық байланыстарды табу, қарапайым өмірлік жағдайларды логикалық тұрғыдан шешу бөлімдерінен тұрады. Мен осы 34 сағаттың 1 сағаты адамдар уақытты қалай өлшеген тақырыбының қысқа мерзімді жоспарын салып отырмын және де осы сабақ үстіндегі оқушылардың жұмыс істеу сәтінен суреттер салдым. Және де осы сабақта қолданылған топтық, жұптық, жеке жұмыстарды салып отырмын. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Рахмет. Келесі 231 орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Байымұратова Үмітхан Қалиқызының бастауыш сынып оқушыларының функционалдық сауаттылығын арттыру жолдары тақырыбындағы авторлық бағдарламасымен таныс болыңыздар. Сәлеметсіздер, құрметті әріптестер. Менің бүгінгі авторлық бағдарламамның тақырыбы бастауыш сынып оқушыларының функционалдық сауаттылығын арттыру жолдары. Бағдарламаның өзектілігі оқушыларды шығармашылық ізденіс жұмыстарына баулай отырып,
функционалды жеке тұлға ретінде қалыптастыру. Мақсаты оқушылардың оқу сауаттылық деңгейін бағалау, оқушылардың мектепте алған білімдері мен тәжірибелерін өмірде қолдана ала ма деген сұраққа жауап іздеу. Мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын қалыптастыру, оқылым, тыңдалым, айтылым, жазылым дағдыларын дамыту. Бағдарламаның міндеттері тіл білімінің салаларын жетік меңгеруге, алған әсерлерін айшықты тілмен жеткізе білуге, шығармашылық және ізденіс жұмыстарына баулу. Оқушылардың біліктілігіне, икем дағдысына қойылатын талаптар: тіл дамытудың сыры мен заңдылығына терең үңіліп мән беру, өзіндік пікірін қалыптастырып, әдеби мәнерде сөйлеуге дағдыландыру, қазіргі қазақ тілінің сөздік қорының ұшы-қиыры шексіз, сондықтан білімді, мәдениетті адамның ғана сөзі орынды, жинақы, жатық келетінін есте ұстау. Дөрекі, жағымсыз сөздерден аулақ болып, аз сөзге көп мағына сыйғызып, түйінді, ойлы, сыпайы сөздерді ретімен қолдану. Оқушылардың бағдарламаның жаңалығы оқу бағдарламасына сай қазақ тілі пәнінен тапсырмалар оқушылардың жас ерекшеліктеріне сай берілуі, шығармашылық қабілеттерін дамытуға арналған қалыптастырушы тапсырмалар мен дескрипторлардың берілуі, тақырып бойынша практикалық жұмыстардың берілуі, мысалдар мен зерттеулер жасай отырып қорытынды шығаруға дағдылануы, өз жұмыстарын интернет желісі арқылы ұсына алуы, күнделікті тұрмыста өмірлік қажеттіліктерге, сұраныстарға байланысты тапсырмалардың берілуі, заманауи оқытуға, яғни оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастырып дамытуға негізделген. Функционалдық сауаттылық адамның сыртқы ортамен қарым-қатынасқа түсе алу қабілеті және сол ортаға барынша тез бейімделе алуы және қарым-қатынас жасай алу деңгейінің көрсеткіші. Олай болса, функционалдық сауаттылық тұлғаның белгілі бір мәдени ортада өмір сүру үшін қажетті деп саналатын және оның әлеуметтік қарым-қатынас жасауын қамтамасыз ететін білім, білік дағдыларының жиынтығынан құралады. Ал кең мағынасында ол тек білім мен білімділік, білік пен білімділік әлеміне барудың жолы ғана емес, ол ұлттың, елдің немесе жеке адамдар тобының мәдени және әлеуметтік дамуының өлшемі. Осындай сапалық сипаты тұрғысынан қарағанда, функционалдық сауаттылық жеке адамды дамытудың тетігі ретінде қолданылады. Функционалдық сауаттылық кеңінен алғанда білім берудің көп жоспарлы азамат қызметімен байланысын біріктіретін тұлғаның әлеуметтік бағдарлану тәсілі ретінде түсіндіріледі. Қазіргі тез құбылмалы әлемде функционалдық сауаттылық адамдардың әлеуметтік, мәдени, саяси және экономикалық қызметтерге белсенді қатысуына, сондай-ақ өмір бойы білім алуына ықпал ететін базалық факторлардың біріне айналуда. Сауаттылық тұлғаның тұрақты қасиеті болып табылатындықтан, функционалдық сауаттылық сол меңгерген белгілі бір білім біліктерден көрініс табады. Өйткені функционалдық сауаттылыққа адам нақты білім алу кезеңдерінен өткеннен кейін қол жеткізеді. Сондықтан білім белгілі бір сауаттылық деңгейін қамтамасыз ететін құрал және нақты іс-әрекеттердің нәтижесі ретінде қарастырылады. Ендеше еліміздің болашағы жас ұрпақты оқытуда білімнің түпкі нәтижесі деп саналатын құзыреттердің біртұтас бірлігі ретінде функционалдық сауаттылықтың мәнін, рөлін айқындау, оны мектеп тәжірибесіне ендіру уақыт талабына сай келеді. Ал кең мағынасында ол тек білік пен білімділік әлеміне барудың жолы ғана емес, ол ұлттың, елдің және жеке адамдар тобының мәдени және әлеуметтік дамуының өлшемі. Жалпы тіл пәндері бойынша оқушының функционалдық сауаттылығын дамыту мәселесіне мынадай тұжырымдаманы ұсынуға болады. Бірінші, оқушыларды бірінші сабақтан бастап сөйлесім әрекетінің түрлерін, яғни айтылым, жазылым, тыңдалым, оқылым, тілдесім меңгерте білу. Екінші, оқушылардың алған білімдерін өмірде кез келген жағдайда әлеуметтік ортада қолдана алуға үйрету. Үшінші, мемлекеттік тілде ауызша, жазбаша қарым-қатынас жасау. Төртінші, әлеуметтік талаптарына сай келу үшін оқушының ақпараттық технологияларды қолдану және проблемалардың шешімін таба алуға үйрету. Бесінші, оқушыларды өзгермелі өмірге бейімделуіне үйрету.
Алтыншы, оқушылардың жеке бас қабілеттерін дамыту. Жетінші, оқушылардың әлеуметтік мәдени дағдыларын дамытуы. Сегізінші, қазақ халқының салт дәстүрі, мәдениеті, тарихын түсіну және құрметтеуге баулу. Білім беру жүйесі жыл сайын әртүрлі өзгерістерге ұшырап отыр. Бұл өзгерістердің басты мақсаты өсіп келе жатқан ұрпақты жан-жақты дамыған құзыретті азаматтар етіп тәрбиелеу. Осы мақсатқа жету үшін функционалды сауаттылық жүйе көмектеседі. Жаттанды білім жарға жығады. Егер бойыңдағы білімің күнделікті өміріңе қажетіне жарамаса, ол білімнің керегі не? Осы орайда мұғалімнің үйретері мен берері мол. Ал шәкіртіне білімін күнделікті өмірде кәдеге асыруды үйреткен мұғалімдер саны артса, нұр үстіне нұр болар еді. Назарларыңызға рахмет. Рахмет. Келесі 263 орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі Жалмағанбетова Бағымгүл Жұмабайқызының бастауыш сынып оқушыларының математикадан есептеу дағдыларын қалыптастыру тақырыбындағы авторлық бағдарламасымен таныс болыңыздар. Саламатсыздар ма әріптестер? Бүгінгі менің авторлық бағдарламамның тақырыбы бастауыш сынып оқушыларының математикада есептеу дағдыларын қалыптастыру. Мақсаты: математика пәнінің мазмұны сапалы игеруді қамтамасыз ету, оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыру, сыни тұрғыда ойлау қабілетін дамыту, логикалық ойлау, есте сақтау қабілеттерін арттыру. Міндеті: оқушылардың ақыл ойын, математикалық істелін, интеллектуалды және ерікті сезімге қатысты саналарын дамыту, оқушылардың тұлға ретінде қалыптасуына әсер ету, мемлекеттік білім стандартын, деңгейлік білім-білік дағдыларын игерту, математикалық білімге қызығушылығын арттыру, ой өрістерін кеңейту. Күтілетін нәтиже: таным белсенділігі жоғары, өз бетінше жүйелі ой қорыта алатын, өз идеясы мен көзқарасын білдіріп, дәлелмен негіздей алатын шығармашыл жеке тұлға қалыптасады. Меңгерту жолдары: интербелсенді тақтамен жұмыс, ақпаратты құралдамалармен, тірек сызбалармен жұмыс, ауызша, жазбаша есептер, шығармашылық есептер, логикалық есептер. Мазмұнға қойылатын талаптар: әртүрлі математикалық білім көздеріне мағлұмат ала білу, математикалық есептеудің бастапқы дағдыларын үйрету, математикалық білімді күнделікті өмірге пайдалана білу, интеллектуалды ойындар, конкурстар, жарыстар, олимпиадаларда жетістіктерге жетуге ұмтылу, өз бетінше есептерді талдай арқылы математикалық қызығушылықтарын арттыру. Негізгі құндылықтар тақырыпқа сәйкес аталған бағдарламада құрастырылған тапсырмалар оқушылардың логикалық ой өрістерін қалыптастыру, тапсырмаларды оңайдан ауырға қарай негізделген. Әрбір тақырыпқа құрастырылған есептер оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттыру мақсатында қызықты әрі логикалық тұрғыда құрастырылған. Бөлімдер сағат сандарына тоқталатын болсақ, сағат сандары 34 бір жылға арналған, аптасына 1 сағат және 14 бөлімнен тұрады. Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға дегендей,
Осы аталған іс тәжірибемді өз әріптестеріме таратып, және сабақ беріп жатқан сыныма жаңа мазмұнды сабақтар өтіп, есептерді шығарып, жақсы нәтижеге жетіп келемін. Алдағы уақытта да осындай жұмыс жасап, жақсы нәтижеге жетемін деп ойлаймын. Назар аударып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Рахмет. Келесі 283 орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі Оразғалиева Ақжібек Алпамысқызының авторлық бағдарламасымен таныстырыңыздар. Қайырлы күн, әріптестер. Менің авторлық бағдарламамның тақырыбы математикалық логика, бастауыш сыныпта оқушылардың ойлауын дамыту. Қызылорда қаласынан 2022 жылы шыққан. 34 сағатқа арналған, 2-ші сыныпқа арналған. Жалпы авторлық бағдарламаның мақсаты математика пәнінен бастауыш сынып оқушыларына логикалық есептерді шығару жолдарын үйретуге және баланың логикалық қабілетін дамытуға бағытталған. Есеп шығарудың түрлі жолдарын құрастыра отырып жасалған авторлық бағдарлама жұмыс баланы жалықтырмай, шаршатпай жұмыс жасатуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар бастауыш сыныптардағы математикалық логика авторлық бағдарламасының мақсаты ашық қоғамда өздігінен білім алып, дами алатын, алған білім-білік дағдыларын іс жүзінде қолдана алатын елжанды жеке тұлғаны қалыптастыру. Бастауыш сыныптардағы математикалық логика авторлық бағдарламасының міндеттері математикалық сауаттылық қалыптасады, өз ойын көзқарасын түсіндіруге, дәлелдеуге үйренеді. Қисынды ойлау қабілеттерін қызықты құрылған өрнектер, сөз жұмбақ, шытырман, сиқырлы шаршылар арқылы дамытады. Ұшқырлыққа, уақыт үнемдеуге, шапшаңдыққа жаттығады. Республикалық халықаралық олимпиадаларға, зияткерлік білім сайыстарында жоғары нәтижені көрсетеді. Дайындық деңгейіне қойылатын талаптар таңдаған бағытта оқытудың дұрыс мотивациясын құру, оқушының танымдық шығармашылық қабілетін дамыту және қадағалау, ақпараттық мәдениетін көтеру. Оқытудың өз мерзімінде орындалуын ерекше назарда ұстау және оқытудың әртүрлі тәсілдерін қолдану. Оқушылардың бойында белгілі бір тақырыптар бойынша өз бетінше жұмыс жасау дағдысын қалыптастыру, оқушылардың еркін іс-әрекеттерін қадағалап, жат қылықтардан аулақ болуға тәрбиелеу. Істелген шаралар туралы ақпараттар дайындау, оқушының ата-анасымен, психологпен тығыз байланыста болуы. Жұмыс істеу формасына келетін болсақ, сөйлесу, есеп шығару жолдарын қарастыру, қызықты есептер, ребустар құрастыру, жеке оқушымен жұмыс, зерттеу жобалау әдістері, есеп шығарып жарыстыру, проблемалық оқыту технологиясы, кітапханаларға бару, интернетпен жұмыс жасау. Бастауыш сыныптардағы математикалық логика авторлық бағдарламасының мақсаты ашық қоғамда өздігінен білім алып, дами алатын, алған білім-білік дағдыларын іс жүзінде қолдана алатын елжанды жеке тұлғаны қалыптастыру. Бастауыш сыныптардағы математикалық логика авторлық бағдарламасының міндеттері математикалық сауаттылық қалыптасады, өз ойын көзқарасын түсіндіруге, дәлелдеуге үйренеді. Сонымен қатар екінші әдістемелік нұсқаулық кітабын таныстыра кетейін. Қызылорда қаласынан 2025 жылы шыққан логикалық ойлауды және зеректі дамытуға арналған
есептер жиынтығы, әдістемелік нұсқаулық, өрлеу біліктілік арттыру ұлттық орталығы акционерлік қоғамының филиалы Қызылорда облысы бойынша кәсіби даму институтының 2025 жылғы 20 ақпандағы сараптау кеңесінде екінші хаттамасында қаралып баспаға ұсынылған. Дидактикалық ойындар негізінен арнайы мақсатты көздейді, нақты міндеттерді шешеді, ал логика дегеніміз бүкіл адамзатқа ортақ ой әрекетінің заңдары мен формаларын айқындайтын адам ойының нақты нәтижесі болып табылады. Логикалық ойлау адамның интеллектуалды қабілеттерінің негізін құрайды. Логикалық тапсырмалар баланың логикалық ойлау дағдыларын арттырады, баланың оқуға еңбекке белсенділігін арттырудағы басты құрал болып саналады. Логикалық тапсырмалар баланың психикасында сапалы өзгерістер тудырады, баланың зейінінің, жадының қалыптасуына, ойлау, қиялдау қабілетінің дамуына әсер етеді. Ал ойлау шығармашылық және таным әрекетінің негізі болып табылады. Сол себепті логикалық тапсырмаларды кеңінен және жүйелі пайдаланудың маңызы өте ерекше. Дидактикалық ойындар мен логикалық тапсырмалардың негізгі мақсаты балалардың ойлау қабілеттерін, сонымен қатар балалардың оқу іс-әрекетіне қызықтыру, логикалық ойлауын дамыту, сөздерді орынды қолдану дағдыларын жетілдіре отырып, сөйлеу мәдениетіне тәрбиелеу, таным әрекетін қалыптастыру, тиянақтау, пысықтау, алған білімді тексеру, қызығушылығын ояту, белсенділігін арттыру болып саналады. Сонымен қатар математика ғылымдар патшасы, математика тек қана қосу, алу, көбейту, бөлу, тағы сол сияқты амалдардың жиынтығы ғана емес, балалардың ойлау жүйесін, ақыл ес процесінің дамуына тікелей әсер ететін ғылым деген. Бұны неміс математика Гаусс айтып кеткен. Соның ішінде есептің негізгі міндеттері оқыту, тәрбиелеу, дамыту және бақылау. Барлық есептер оқудың міндетін орындайды. Яғни кез келген есепті шығарғанда оқушы математикалық білім алады, шығару біліктілігі қалыптасады, дағдыға ие болады. Яғни математикалық білім деңгейі жоғарылайды. Көбінесе әр есеп өзінің мазмұны арқылы тәрбиелік міндетін атқарады. Баланың жас ерекшелігіне қарай таңдалған ойын есептері оқу процесін ширатады, баланың оқуға деген ынтасын арттырады, яғни сабақ өте қызықты өтеді. Әр қызықты есеп тәрбиелік мәнге ие, ол оқушының логикалық ойлау қабілетін арттыру арқылы оның ой өрісін дамытады. Белгілі ресейлік ғалым педагог Зенковтың пікірінше, ойын есептері берілген білімді кеңейтуге, оқушының ынтасын арттыруға, сабақтағы ергушілікті жоюға көмектеседі. Ойындар балаға миының қозғалыс ләззатын сыйлаумен бірге қызықты есептер шығарту, тек ой өрісін дамытып қана қоймай, оның психикасына да игі әсер етеді. Сол себепті неғұрлым баланың күнделікті өмірде көріп біліп жүрген нәрселері арқылы қызықты есеп құрастырсақ, соғұрлым есепті сол арқылы білімді меңгеруі жеңіл болады. Тыңдағандарыңызға рахмет. Жалпы Рахмет. Келесі 177-ші орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі Шаңқұлова Алмагүл Төлепенқызының бастауыш сынып оқушыларының логикалық қабілетін дамытуға арналған практикалық тапсырмалар тақырыбындағы авторлық бағдарламасымен таныстырыңыздар. Қайырлы күн, әріптестер. Барлығыңыздың жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Менің авторлық бағдарламамның тақырыбы бастауыш сынып оқушыларының логикалық қабілетін дамытуға арналған практикалық тапсырмалар. Демонстрация жібересіз бе?
Авторлық бағдарламаның тақырыбы бастауыш сынып оқушыларының логикалық қабілетін дамытуға арналған практикалық тапсырмалар. Енді бұл бағдарламаның бағыты 21 ғасырдағы білім берудің негізгі мақсаттарының бірі балалардың сыни ойлау қабілетін дамыту. Бұл қабілет балалардың өзіндік тұжырым жасай білуіне, проблемаларды шешуге және әртүрлі жағдайларға бейімделуге көмектеседі. Логикалық ойлау қабілеті балалардың сыни ойлау қабілетінің негізін құрайды. Бағдарламаның негізгі мақсаты оқушылардың логикалық ойлау қабілетін дамыту және олардың логикалық операцияларды қолдана білу дағдыларын қалыптастыру. Оқушылардың проблема шешу дағдыларын қалыптастыру, сыни тұжырым жасай білу қабілетін дамыту. Оқушылардың шығармашылық ойлау қабілетін дамыта отырып жаңа шешімдер ұсына білу қабілетін арттыру. Бағдарламаның өзектілігі. Бағдарлама оқушылардың логикалық ойлау қабілетін дамытуға көмектеседі, сыни тұжырым жасай білу қабілетін арттырады, проблема шешу дағдыларын жетілдіреді және шығармашылық ойлау қабілетін дамытады. Келесі жібере берейікші. Күтілетін нәтиже. Жаңа алдына. Оқушылардың логикалық қабілеті артып, проблема шешу дағдыларын меңгереді. Сыни тұжырым жасай білу қабілеттері жетіліп, шығармашылық ойлау қабілеттері дамиды. Бағдарламаның барысы негізі 3 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім мазмұндық бөлім, екінші нормативтік бөлім, үшінші бөлімі ақпараттық әдістемелік бөлім. Енді мазмұндық бөліміне жалпы бағдарлама 34 сағатты құрайды. Сандармен танысу 6 сағат, қосу және азайту 6 сағат, көбейту мен бөлу 6 сағат, геометриялық фигуралар 6 сағат, математикалық есеп шешу дағдыларын жетілдіру 8 сағат және соңында қорытындылау тест тапсырмаларын шешу 2 сағат. Енді нормативтік бөлімдерде, мысалы, бірінші сандар мен сан атауларына барлығы 8 сағат, соның 2 сағаты теорияға, 6 сағаты практикаға бөлінген. Екінші қосу және азайту, көбейту және бөлу операцияларына бұнда 17 сағат, 4 сағаты теорияға, 13 сағаты практикаға бөлінген. Геометриялық фигуралар барлығы 9 сағат, 2 сағаты теорияға, 7 сағаты практикаға бөлінген. Енді ақпараттық әдістемелік тәсілдерде бұнда осы бағдарламаның барысында проблемалық оқыту, топтық жұмыстар, кейс стади, ойын арқылы оқыту, дебат және бақылау тәсілдері жүргізілді. Мынау міне осы бағдарламаның жасалған тапсырмаларым. Енді бағдарламада негізі қорытынды айта келгенде логикалық қабілетті дамытуға бағытталған практикалық тапсырмалар оқушылардың ойлау қабілетін жан-жақты дамытуға үлкен әсер етеді. Сонымен қатар оқушылардың интеллектуалдық даму деңгейін арттырады. Мұндай тапсырмаларды оқу процесіне жүйелі түрде енгізу арқылы балалардың ойлау қабілетін, шығармашылық және аналитикалық дағдыларын жетілдіруге оң әсер етеді. Жалпы бағдарлама оқушылардың ерте жастан логикалық қабілетін дамытуға арналған. Бағдарламаның бір ерекшелігі бұда балаларға қол жетімді бағдарламаның тапсырмалары және бағдарлама пайдаланатын материалдар оқушылар үшін қол жетімді және түсінікті. Сонымен бірге бағдарлама оқушыларға логикалық ойлау қабілеттерін практикада қолдана білуге мүмкіндік беретін бағдарлама. Тыңдағандарыңызға рахмет, барлығыңызға сәттілік тілеймін.
Рахмет. Келесі 172-ші орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі Шалманова Балнұр Сержанқызының математика әлемі тақырыбындағы авторлық бағдарламасымен таныс болыңыздар. Презентация. Презентацияны жібересіздер ма? Сәлеметсіздер ме? Авторлық бағдарламаның тақырыбы бастауыш сынып білім алушыларын логикалық ойлауға, бейімдеуге арналған есептер. Мақсаты бағдарламаның баланың танымдық қызығушылығын арттыру, функционалдық сауаттылығын дамыту, шығармашылыққа бейім құзыретті тұлғаның дамуына логикалық ойлауды қалыптастыру болып табылады. Міндеттері: математиканы білуге ынтасын қалыптастыру, оқушылардың қызығушылығын арттыру, оқушылардың логикалық ойлау қабілетін дамыту, шығармашылық ізденіске жетелеу, талдау, жинақтау, ұқсастықты табу, оқушының математикалық тілде сөйлеу шеберлігін шыңдау. Мазмұны: кіріспе, сандар әлемінде, геометриялық фигуралар, шамалар және өлшемдер, өрнектер, математикалық ойындар және қорытынды болып бөлінеді. Бірінші бөлімінде сандар әлемінде бұл жерде заттарды ретімен санау, сандарды салыстыру, біріктіру және бөліп алу сиқырлы домино, 1-10 көлеміндегі сандар, сурет бойынша теңдік құру, тізбекті өрнекті есептеу, логикалық ойды дамытуға арналған есептер берілген. Ал екінші бөлімінде геометриялық фигуралар. Қай фигура жетіспейді? Сиқырлы шаршы, математикалық лото, уақыт өлшем бірлігі, логикалық ойды дамытуға берілген есептер, заттардың қандай айырмашылығы бар, нүкте, сызық, сәуле, геометриялық материалдарға берілген ойындар, эстафета, қай топ алда. Үшінші бөлімі шамалар мен өлшемдерге берілген. Заттарды ұзындығы бойынша анықтау, заттарды массасы бойынша салыстыру және заттарды көлемі бойынша салыстыру. Төртінші бөлімінде өрнектер, ондықпен санау, дөңгелек сандар, санды өрнек, әріпті өрнекті тап, математикалық шытырмандар, логикалық ойды дамытуға арналған есептер, бас қатырғыш тапсырмалар және ребустар берілген. Бесінші бөлімде математикалық ойындар, сандар әлемі туралы ертегі, сандар қатарын жалғастыр, математикалық марафон, логикалық ойды дамытуға арналған есептер және жұмбақ есептер. Алтыншы қорытынды бөлімінде тест тапсырмалары берілген. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Рахмет. Келесі 177-ші орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі Әміреева Ләззат Қарашқызының буындап оқыту технологиясы тақырыбындағы авторлық бағдарламасымен таныс болыңыздар. Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Қайырлы күн болсын. Презентацияны жібересіздер. Бүгінгі жұмысқа байланысты авторлық бағдарламаның тақырыбы буындап оқыту технологиясы.
Бұл буындап оқыту технологиясының негізі осы авторлық бағдарламаның өзектілігі. Қазіргі білім беру жүйесінде балалардың оқу сауаттылығын дамыту мәселесі бұл басты маңызды орын алады. Әсіресе осы мына біздің бастауыш сынып оқушыларының оқу дағдыларын қалыптастыру, сөздерді дұрыс оқып түсіну қабілетін дамыту бұл тіл үйренудің ең алғашқы бастамасы деп айтуымызға болады. Және сонымен бірге бағдарламаның алдындағы несін қайтадан көрсетіңізші. Алынды. Оқу процесінде кездесетін қиындықтар мен қателіктердің көбісі осы мына сөздерді дұрыс буынға бөлініп оқылмауынан туындайды екен кішкене сыныптарда. Бұл жағдайда біз оқушылардың дұрыс оқу және жазу дағдыларының қалыптасуы үшін арнайы әдіс тәсілдерді қолдануымыз аса қажет. Осы бағдарламаның мақсаты оқушылардың оқу дағдыларын жетілдіру, оларды сөздерді дұрыс буынға бөліп оқып, мәтінді толық түсіну қабілетін дамыту. Сонымен қатар осы бағдарлама арқылы балалардың оқу дағдыларын қалыптастыруда қолданылатын әдіс тәсілдерді жетілдіру және олардың оқуға деген қызығушылығын арттыру. Енді осыған сәйкес бағдарламаның мынадай міндеттері алдымызда болды. Оқушылардың буынға бөліп оқу дағдыларын қалыптастыру, балалардың дұрыс оқып, сөздерді түсініп айту қабілетін дамыту. Сонымен бірге сөздердің буындық құрылымын түсіндіру арқылы балалардың сөйлеу дағдыларын жетілдіру. Сонымен бірге оқушылардың назарын шоғырландырып, есте сақтау қабілетін дамыту. Оқу материалдарын қызықты және жеңіл меңгеру үшін сабақтарда ойын элементтерін енгізу. Оқушылардың сөздік қорын байыту арқылы олардың тілін байыту. Мінекей осы орайда жалпы осы буындап оқыту бағдарламасының, авторлық бағдарламасының негізі қолданылатын сабақ формалары болды. Мұнда мысалға түсіндіру сабағы. Бұл түсіндіру сабағында мұғалім оқушыларға сөздерді буынға бөлудің ережесін түсіндіреді. Сонымен қатар практикалық сабақ формасында жаттығу сабақтары. Яғни бұл сабақтарда оқушылар буынға бөліп оқуға берілген сөздер бойынша жаттығулар жасайды. Ойын сабақтары болады. Бұл ойын сабағында балалар не істейді? Ойын арқылы оқушылар буындарға бөлінген сөздермен жұмыс жасайтын болады. Бұл ойын сабақтары балаларға өте қызықты және әрі қарай жұмыс жасауға өте тиімді. Сонымен қатар іс-әрекетке бағытталған сабақтың формалары да бар осы бағдарламаның ішінде. Мұның ішінде атап айтатын болсақ, жоба сабағы. Бұл жоба сабағында балалар белгілі бір тақырыпта буынға бөліп оқуға арналған шығармашылық жобалар жасайды. Бұл жоба жасау арқылы балалардың шығармашылық қабілеті дамиды және оқу дағдылары жетілдіреді. Сонымен бірге практикалық сабақта да бұнда мұғалім интерактивті тақтаменен компьютерлік технологияларды пайдалана отырып сөздерді буынға бөлу тапсырмаларын таныстырады. Және қайта сонымен бірге осы сабақ формаларымен қатар әр сабақта балаларға сабақты тиімді ұйымдастыру үшін әдіс тәсілдерді де қолданамыз. Осы бағдарламаның ішінде бірнеше көптеген әдіс тәсілдерді енгізілген. Соның ішінде айтатын болсақ, бұл қайталау әдісі, өйткені осыған дейінгі өткізілген тақырып бойынша бір сөзді немесе дыбыстарды бала бірнеше рет қайталау арқылы есте сақтау қабілетін артуға болады. Ойын әдісі бұл балалардың қызығушылығын арттырады. Сонымен бірге визуализация әдісі. Бұнда буындап оқыту технологиясы кезінде бұл әдісте оқушыларға сөздердің жазылуын және әрбір буынды көрнекі түрде көрсетеді. Сонымен қатар дыбыстық талдау әдісі. Бұл әдісте бұл жерде енді оқушылар сөздердегі әрбір дыбысты анықтап, оны буындарға бөліп айтады. Және топтық жұмыс әдісі. Бұл яғни бәрімізге таныс. Оқушыларды топтарға бөліп, әрбір топқа сөздерді буындарға бөліп оқу тапсырмасын беруге болады. Рөлдік ойын әдісі. Бұнда да оқушыларды әртүрлі рөлдерге бөле отырып, буынға бөліп оқуға берілген диалогтар, мәтіндерді рөлмен оқуға бағыттауға болады. Сонымен қатар құрастыру әдісі, бұл әдіс бойынша оқушылар буындардан сөздерді құрастыра біледі.
Жалпы осы буындап оқыту технологиясы авторлық бағдарламасында қолданылатын осындай көптеген әдіс тәсілдер оқушылардың оқу дағдыларын жетілдіруге бағытталған, оларды дұрыс буынға бөліп оқу, сөздерді дұрыс айту және жазу дағдыларын қалыптастыруға мүмкіндік береді. Міне осындай әртүрлі әдістер мен тәсілдер оқу процесін қызықты және нәтижелі етеді және оқушылардың осыған ынтасы мен қызығушылығын арттырады. Және осындай буындап оқыту технологиясында авторлық бағдарламасында сабақ формаларымен бірге және әдіс тәсілдермен бірге көрнекі құралдар мен ресурстарды өте маңызды рөл атқарады. Өйткені осындай қолданған әртүрлі ресурстар мен көрнекіліктер бұл балалардың оқуға деген дағдыларын арттырады, сөздерді дұрыс буындарға бөлу оқу қабілетін дамытуға көмектеседі. Енді біз осы сабақта буындап оқыту технологиясы авторлық бағдарламасының нәтижесінде оқушылар қандай нәтижеге жетеді? Буынға бөліп оқу дағдыларын меңгереді, сөздерді дұрыс әрі анық оқуға қабілетті болады. Оқу кезінде әрбір буынның мағынасын түсініп, мәтіннің жалпы мазмұнын толық меңгереді. Оқудың бастапқы кезеңдерінде жиі кездесетін оқу қателіктерін жоюға және сөздерді дұрыс айтуға үйренеді. Оқуға деген баланың қызығушылығы артады. Тіл үйрену барысында белсенділік танытады. Оқу барысында пайда болатын қиындықтарды жеңу үшін жеке және топтық жұмыстарды орындап, дағдыларын жақсартады. Сонымен қатар өз бетінше оқу және жазу дағдыларын қалыптастырады. Сонымен қатар олардың есте сақтау қабілеттері артады. Жалпы бұл буындап оқыту технологиясы авторлық бағдарламасы 1 жыл көлемінде 34 сағат негізге бағытталып жасалған. Бұл бағдарлама бастауыш сынып мұғалімдеріне өте пайдасы зор. Балалардың жақсы сауаттанып, буындап оқуға жақсы жетіліп кетуіне бұл бағдарламаның маңызы өте зор, көп көмегі тиеді деп ойлаймын. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Рахмет көп. Құрметті әріптестер, бүгін міне керемет жұмыстардың куәгер болып отырсыздар. Бүгін Арал ауданы бойынша білім бөліміне қарасты білім беру мекемелеріндегі бастауыш сынып мұғалімдері арасында педагог зерттеуші салтанатына өтінім беріп жатқан мұғалімдеріміздің авторлық бағдарламасымен танысып, өзара іс-тәжірибе алмастық деп ойлаймын. Бүгінгі жұмысымызға қатысып, алтын уақыттарыңызды бөліп жатқан барлық әріптестеріме рахмет айтамын. Жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Рахмет. Сау болыңыздар.